Енді мына сөздеріне қараңыздар. Осы сөзді қайталай берді. Ол жаққа кім барып кепті? Біз тек қана осы дүниеде өмір сүреміз, қайтадан тірілмейміз деген сөздерді пайғамбарымызға айта берді осындай нәрселер. Сосын мына сөзді өте көп айтты дейді олар. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Сонда Мұхаммед өзің қараш, сонда біз ертең өлгеннен кейін біздің алдымызда қаншама ғасырлар өтті. Біз ертең өлгеннен кейін топыраққа айналамыз, сүйектерге айналамыз. Сосын біз шіріп жоқ боламыз. Сонда біз қайтадан тірілеміз ба? Не айтып тұрсың сен? Ей Мұхаммед, не айтып тұрсың? Осы сөзді айта берді дейді осылай. Сосын мына сөзді тағы қосты. Ауа абауна лауалун. Бәлкім бізден бірнеше ғасырлар бұрын кеткен әуелгі аталарымызды қайта тірілетін шығар. Не айтып тұрсың сен, ей Мұхаммед деп мына сұрақтарды қойған кезде бір білім іздеу үшін емес, күлкі қылу үшін осы тақырыпты. Қайта тірілуді күлкі қылған адам Құдайға күлген адам ол. Өйткені қайта тірілту ол сен шаршайтын іс емес, ол Құдайдың ісі. Сен немене қиналасың оны? Саған тірілтіп тұрған жоқ қой. Ол сен істейтін іс емес қой. Ол Алланың ісі ғой. Ол істейм деді, істейді. Ол сені жоқтан жасады ғой. Қайтадан қайталай салу оған қиын ба? Не сондықтан сен оларға былай деп жауап бер дейді, ей пайғамбар. Құл иннал аувалина вал ахирин. Пайғамбарымыз салмақты жоғалтпайды. Аналар енді пайғамбарымыздың жүйкесіне тиетіндей мәмілемен сөйлейді ғой, сөйлегенде мазақтап жаңағындай. Сонда сен мына сүйектер қайта тіріледі деп тұрсың ба? Деп біреулер тіпті сүйекті күтіп бетіне қарай деп шашқан пайғамбарымыз. Анан бәрін көтеріп тұр пайғамбарымыз салсам. Бізге Ата-Алла сабыр ет деген. Надандармен надан болма. Сен тек былай деп айт дейді. Шындығында әуелгілерде, кейінгілерде ләмәжмауна күллілерің толық жиналасыңдар. Иля миқатин яуме мағлум. Күні белгіленіп қойылған уақытқа, махшарға, әуелгілеріңде, соңғыларыңда жиналасыңдар. Алла Тағаланың жауабы кетіп баратыр. Пайғамбарым сөйлеп жатыр жаңағы сұрақтарына. Сосын қараңыздар, ары қарай тоқтамайды. Сүммәйнәкум. Сосын сендер, ей айюха, ей аддаллун, адасқандар ақиқаттан, әл-муқаззибун, ақиқатты жоққа шығарғандар. Ләәкилуна мин шәжәрин мин зәққум. Айтуды қалама беді Алла Тағала. Айтты сендерге тағы бір азаптың түрін. Жаңағы мен де түсінеме деп ойлады. Бір азаптың түрін айтқан кезде де қоя салса адам. Қойма беді Алла Тағала. Ар жағында болатын тағы бір азапты айтып жатыр. Сосын сендер, ей тура жолдан адасқандар, ей ақиқатты өтірікке шығарғандар, ләәкилуна мин шәжәрин мин зәққум. Жаһаннамда өсіп тұрған мәңгі зәққум ағашынан әлбетте жейсіңдер дейді. Осы ағаш туралы аят түскен кезде кәпірлер жаңағы жерде тағы күледі. Оттың ішінде ағаш өсе ме деп. Көрме, Алланың құдіретімен ойнап жатыр. Алла Тағала салмақты ақиқат түсіріп жатыр. Олар болса күлкі айналдырып жатыр. Сол күлген нәрсесі ертең болғалы тұр ғой. Ең қиыны сол да. Алла сақтасын бізге, мына ағаштың өзінде есінен де сақтасын. Сонда Алла Тағала ары қарай батырып жатыр. Сендер сол заққум ағашынан жейсіңдер. Фәмәлиуна минхал бутун. Қарындарыңда, асқазандарыңда содан толтырасыңдар. Сөз кетіп барадыр. Фәшарибуна алейхи минал хамим. Заққум ағашынан жеп болғаннан кейін әлгі сақырлаған судан барып үстіне ішкіземіз. Сендер ана заққым ағашынан денелеріңді шөлдетіп, тамақтарыңды күйдіріп қыстырған кезде, ана суға да қарағалы тұрған жоқсыңдар. Сақырлаған судың қасына алып барған кезде, оны шөлдегендіктен тозақтың ішінде фәшарибуна шурбал хим, қатты шөлдеген түйе кеп суды сіміргендей сіміресіңдер. Атала
көріп тұр ғой ақыретті, көріп тұрған нәрсесін айтып отыр. Дүниені де ақыретте де көре береді Раббымыз. Ақыретте көріп тұрған нәрсені міне